Сәлем достар, эфирде 40 сұрақ. Бүгін бізде қонақта сіздердің сұрауларыңызбен Ахон Біржан. Басты сұрақ қойын, қашан үйленесіңдер? Со Дилара қаранды. Примерно бір ауылдың қызы ғой. Бәрі қазір өмір сүріп жатыр. Ақша үшін өмір сүріп жатыр. Нұрдәулет әлі өте алмай жүр бізді. Бірінші сұрақ, қандай машинада отырмыз қазір? Біз қазір жақында алған өзімнің Цила 45 AMG деген Mercedes-Benz Fomatic. Ұзақ аты, короче. Fomatic бағасы? Бағасы 21 миллион. 21 миллион теңге. Қазір 21 миллион теңгеге не алуға тағы да болады? Комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Бастамас бұрын біз ең бірінші 40 сұрақ бізде Нұрдәулетпен болған болатын. Инстаграмға келгенде Ахонның арқасында жүрді ме Инстаграмда? Әзірге Нұрдәулеттің інініндер бізде жақсы подписка жасады, жақсы просмотр жасады. Енді сенің көрерменің пантералар, пантералар көрейік, қалай бізде не жасайтын просмотр. Сол үшін камераға айтып кет, жазыламыз. Пантеры, давайте ешқандай слабость бермейміз, қандай мықты екенімізді көрсетеміз. Бұл каналға, Ерғанаттың каналына жазылып, максимальная поддержка, лайк, комментарий, аямандар, пантеры, самые лучшие, соны дәлелдейік, давайте. Ана жерде деген өлең жүріп кетсе жерде. Ахон, Алматыға сен қашан келдің? Алматыға февральдың 1-і, Нұрдәулет бәріміз бірге келдік. Екеудің бірге келдіңдер. Қалай болды? Негізі біз Нұрдәулет мен Алматыға келгенде былай болды, бірінші оқуымды бітірдім ғой, 4 жыл. Қайерде оқыдың? Ку, Каспийский. Алматыда? Каспиан университеті, сонда оқыдым. Каспиан университеті алысынша? Сонда оқыдым, 4 жыл сонда бітірдім. Сосын Атырауға кеттім, одан кейін бір 4-5 айдай Атырауда болдым да, қайтып Алматыға келдім февральдың 1-і. Басқа цельмен, осы чисто видеомен деген. Алматыға келгенде неше подписчик болды? 240 мыңдай сияқты, 240 мыңдай болды. Алматыға Дилок екеулерің бірге келдіңдер? Дилок екеуміз бірге келдік. Басты сұрақ қойын, қашан үйленесіңдер? Қашан үйленгенде бұйырса, енді осы жақында деп отырып, бір целіміз қалды, сол цельді орындаймыз, и все, болды, басқа бізде цель жоқ. Бар цель көп қой, просто главное үйленудің алдындағы цельді айтамын да. Үйді аламыз, сосын уже болды. Той келесі, Келесі этап той. Дилок екеулерің неше жыл біргесіңдер? 5 жыл, 3 ай, 2 ай. 5 жыл неше ай? 2 ай, 3 ай уат бұйырса. Достар, бүгін біз міне қазір эфирді жазып жатқанымызда 18-і 17 январь, ал ертең Ахонның туған күні. Ахон. Мен туған күні. Нешеге толасың? 23-ке. 23-ке? 23 жасыңа дейін өзіңнің қатарларымен қарағанда көп нәрсеге қол жеткіздің ба? 21 миллиондық машинада отырмыз, бірақ одан бөлек тағы? Одан бөлек өзім айырқи магазин. Бұлай етек, мысалған топ 3 жетістігіңді айтшы, осы уақытқа дейін қол жеткізген, осымен сен мақтанатын бірінші мақтанатыным, осының алдында бір машина алдым. Одан кейін екіншісі, осы екінші машинаны алдым. Үшінші лимузин да. Бәрі машина дейсің. 10 гиф өткіздім десеші. Гифтар нез енді көп Диloктың операциясын жасатты. Ең басты, көзге. Көзіне, главный, сол денсаулыққа соны жасаттық. Сол машинаны алдық. Сосын менде магазин аштым. Өзім магазин обувной. Немен айналысады? Обувной, чисто аяқ киім сатылады. Сондай. Обувной, ол әлі бар? Бар, Ол Атырауда ма? Атырауда, Атырауда кәдімгі жүріп жатыр. Кім жүргізеді оны? Сатушы бар саяқта. Одан бөлек тағы немен, мысалға сенің қазіргі ең басты табыс көзің Инстаграм ба? Инстаграм, Основной, ең көп әкелетін Инстаграм ғой. Инстаграм. Оның көбісі рекламалық интеграция ма, әлде гиф па? Екеуі де бар, 50-50, былай гифмен көп жасамаймын. Қазір, Вообще өмірімде бір 3 рет па жасап көрген болды, 4 рет па, 3 рет па жасадым, болды, басқа жасап көрмеген. Бір 4 рет жасаған шығармын. Дилок екеулерің қалай таныстыңдар? Дилок екеуміз деген университетте таныстық, бірінші курсқа түстім, сол кезде
алдымда кетіп бара жатыр болса полный айтайын ба айта бер қалай бар солай айт кетіп бара жатыр да короче мен тұрмын коридорда бірінші курста ешкім танымайды бәрі шу былай жүр университетте мен тұрмын и 3 қыз кетіп бара жатыр қарап тұрмын да соның ортасында Диляра бар ол кетіп бара жатыр да шалынып қалды да бір жерге ілініп сосын мен айттым қарадым Диляра қарадым да ай примерно бір ауылдың қызы ғой келген деп күлдім ішіммен күлдім бірақ одан кейін оған мән берген жоқ мен андай қатты мән беріп просто сол жерінде күлгенім есімде қалып қойды да и содан кейін бір сабақта отырдым бір айдан кейін ба примерно сондай бір 2 апта бұрын ба ой 2 апта кейін бір бала группалас балам келді Ахон сені біздің универде бір қыз ұнатады екен деп сосын мен ойладым да бүйтіп ондай көп қой дедім да бірақ сонда да сұрап көрейінші дедім короче сосын айтты кім ол дедім анау мен ол қыздың өзінен сұрап келемін айтам ба айтпайын ба Мырзабек деген бала таныстырды таныстырған жоқ ол таныстырған жоқ ол просто білдіртті да Диляраны то что мені ұнататынын да мен ол кезде танымаймын ғой Диляраны сосын не істеді сұрақ келем дейді мен айттым еркек емессің ба айтпаймын ғой айтшы деймін ол айтады жоқ мен ол айтпаса ренжіп қалады маған білсе деді да өзінен сұрап келем айт десе айтам айтпа десе айтпаймын дейді қыз дейтін айт демейді ғой айтпа дейді ғой сосын қоймай сабақтың соңына дейін сұрап отырдым сосын бүйтті жақсы онда саған әр аптада бір әрпін айтып тұрамын дейді жақсы дедім сосын сол аптада бүгін бірінші әрпін айтшы дедім деді сосын 6 апта күткен екенсің ғой жоқ өйтіп күткен жоқ 2 апта болды 2 апта короче посвящение болды бізде сонда клубта болып жатқан кезде клубта жүрдім да есіме түсіп кетті ана қыз бар емес па деп мен ұнататын ол кім ол сонымен барып танысайыншы деген ой болды жүгіріп барып ана группалас баламнан сұраймын 2 әрпі и дейді сосын бүткіл адамдардан сұрап шықтым дейтін қыз группаларыңда оқи ма дейтін қыз біреуі Диана деді 3 қыз Диляра деді сосын Диляра дейтін қыз іздедім короче үйге барып сол университеттің несінен короче іздедім таптым ВКонтакте сосын таптым короче одан кейін универде бір қызықтар болды сол қызғанған мен группалас қызым болды содан қатты қызғанып жүрді ол мен жаңағы Диляра осылай көрдім да ол қыздың ұнататынын білемін мен бір универде коридорда тұрып осы бір күні осындай көйлек киіп келген Желексан осындай төсі сәл ашық тұрған бір ілгегі былай төсі көрініп тұр чуть сосын мен айттым да осы үстіне кажакты шешіп бердім да мен төсіңді жауып жүрші деп үстіне кигізіп қойдым қазақтың қызы емес үстіне кигізіп қойдым да сосын тұрды ол киіп алды и сабақтан шығып жатқан кезде группалас қызым бар осылай театрда мені қолымнан ұстап кетті анау сенің курткаңды киіп алыпты ғой ана қыз кеттік жүр дейді да короче сол қызға Дилоктың қасына барады да бүйтеді әкеш менің жігітімнің курткасын не киіп алғансың үстіңе деп та Диляраға короче ана курткасын алып Диляра бермеймін дейді Дилок до конца тұрып да ну деймін мен короче ана жерде шок короче Дилок бермеймін дейді до конца тұрады кәдімгі бермеймін төбелесіп кетейін деп тұр ана жерде сосын деп короче сол кезде уже приятно болды маған сол Дилок до конца тұрып бермегеніне содан кейін уже дальше больше таныстық жүрдік солай Дилок екеулерің соңғы рет қашан ұрыстыңдар соңғы рет көп болды ұрыспағанымыз біз басында ондай болды да біз кішкене любой бала жастық шақта болады мысалы ұрысып бүйтесің сөйтесің бізде уже қазір семейная жизнь сияқты ғой ондай үйреніп кеттіңдер ондай ұрыс дейтін нәрсе көп қазір внимание бөлмейміз тек ұрыспау Дилок бүйтеді Дилоктың бір жақсысы ол бүйтеді біз ұрысайын деп тұрған кезде мен ашуланшақпын ғой екеуміздің ортамызда қатты ашуланшақ мен тұрамын да айқай бастап жатқан кезде ол бүйтеді не семеймен ұрысқың келіп тұр ма өз-өзіңмен ұрысай бер онда дейді болды өз-өзіңмен айнаға қарап тұр ұрыс Дилоктың ең басты 3 қасиетін айтшы қандай қасиет жақсы жаман қасиеттер жоқ шығар енді жаман қасиеттер бар любой адамда болады енді бірақ енді сен жақсы көрген адамнан мысалға көп айтады оны байқамаймыз деп жақсы қасиеттер ма жақсы қасиеттер үйден шықпайды андай үйден шықпағанда ол клубтарға сондай таза үйдің қызы екіншіден айтады ондайларды қатын болатын қыз дейді қатын болатын қыз ғой нағыз қатын болатын қыз любой еркекте 2 қыз болады ғой біреу клубқа баратын қыз біреуі
қатын болатын қыз, короче. Сол қатын болатын қыз ғой, короче. Екіншісі екінші жақсылығы айтам. Ол жақсылық көп қой, енді біреуін айтам. Жаңа ұрсысатын кезде ол қырсық емес та. Қырсық емес. Главный, соның арқасында бірге келдік, екеуміздің в основном түсінуімен қарайды. Ортамызда в основном қарайтын сол, и маған ренжи алмайды. Сол қасиеті жақсы, ренжімейді вообще. Ахон, мысалы қазір үйде тұрып жатқан сендер семья дейсіңдер ғой, музыка семьясында барлық блогерлар үйде тұрып жатсыңдар. Сол семьяда ең бірінші болып Инстаграмды бастаған сен. Одан кейін Нұрдәулет шақырдың. Нұрдәулеттің артынан Ғабит келді, Әлішер келді, мысалға сен оларға бір өзіңнің ұстаз ретінде бір айтып тұрасың ба бірдеңелер жігіттер, мыналардың дұрыс емес, кезінде мен бастағам деген секілді, әлде сен де олардікін тыңдай бересің ба нелерін? Қалай? Жоқ, бастағанда ондай ештеңе не істемеймін, мен андай главныймын, онда анау вообще ондай өмірімде айтып көрмегенмін. Кәдімгі тыңдаймын, егер мен де өзім немді айтам, мысалы ойымды, олар да өз ойларын айтады, бүйтіп қарап отырам, мысалы олар жақтан 2-3 келісіп тұрса, онда сендердікін жасайық. Егер мен жақтікі дұрыс деп тұрса, солай бір-біріміздікі кімдікі көбі келісіп тұрады, кімдікіне соған давай деп алып кетеміз ғой, дальше ондай қырсығып қалу, ондай жоқ бізде. Ондай жоқ. Ендірмен сауал. Айтам етші. Таксистер саққа қойсын. Ахон, сенде YouTube канал бар. Жақын арада күміс кнопка алдың. Қандай сезімде олың? Бірақ сен шын айтқанда YouTubeға көп нәрсе түсірмейсің. YouTubeға көп түсірмеймін. Пантайралардың арқасында Пантайралар Инстаграмнан YouTubeға келді, 100 мың подписчик жасап берді. Сол үшін маған да күміс кнопка керек, каналға жазылыңыздар. Бәрің саған да жұғысты болсын. Жақында келді ғой, маған өзің алып берді. Тем более маған Ерқанаттың өзі алып берген күміс кнопканы. Саған үлкен рахмет, саған да жұғысты болсын. Менен де көп подписчик болсын сенде. Сол, оның сезім мындай болды, менде қуандым, көрдім. Бірақ бір жағынан ойладым, мына кнопка не көмегі бар деген, қандай пайдасы бар деп қараймын да, кнопкаға дым пайдасы жоқ та қарасаң. Бірақ бір жағынан енді мотивация ғой, бір жағынан кнопканы аласың, келесі уже золотойға тырысасың, сөйтіп. Сен золотойға тырысқан өзі уже миллион подписчикке тырысуға уже кете бересің да. Ахон, сен енді семьяның ішінде кішкене киім үлгісі жағынан да өте модный фэшн киінесің, гардеробта ең қымбат киімің қандай? Мен бар ғой, мен вообще шынымды айтсам қымбат киінбеймін мен. Сапалы киінесің бірақ? Мен, анда қатты арзанда киінбеймін, қатты қымбатта киінбеймін, ондай мен экономный адаммын, андай экономный адаммын, тек керекті нәрселерге жұмсауға тырысам. Мысалы, қазір қалтамда ақша болып тұрады, киім алатында, бірақ барамда оны ойлап тұрам. Менде киім бар ғой, неге киім алып жатырмын деп, соны ойлаймын да, алмай кетіп қалам сондай. Бар нәрсені неге алам деп, лучше жоқ нәрсеге қол жеткізейінші деп сондайды ойлап отырам. Былай, енді киім жағынан қымбат сұраққа келсек, қымбат. Примерно бір менде киім толып тұр да, просто ең қымбаты? Ең қымбаты бір 50 мың шығар, сондай шығар. Не алдың? Куртка. Костюмдарым бар, тоже 50 мыңдың айналасы. Үйдегілерге көп көмектесесің ба? Үйге көмектесем. Үйде қазір мен енді менен басқа ешкім көмектесіп отырған жоқ үйде. Ең үлкен сенсің ба сен? Жоқ, ағам бар. Ағам козячник. Козячник ағам. Ағам көріп отырсаң, Ақылбек козячник, салам. Ақылбек бізді қазір блокқа салып тұрып жүрмесін. Бәрі Атырауда тұрады. Отбасың бәрі Атырауда. Болашақта елеу екеулерің Алла бұйыртса семья құрсаңдар Атырауға кетесіңдер ме, әлде Алматыға қаласыңдар? Алматыға. Осы ойлап отырмын, Братова үлкен үй алып, үйдегілерді осы жаққа тартып көшіріп алғым келеді. Негізі туып өскен жерің? Атырау. Құлсары деген жерінде. Құлсары деген естігенім бар. Сенің шын есімің негізі? Ахунбек. Праваны қашан алдың? Праваны 4-5 жыл болған шығар. 4-5 жыл болды. Кәдімгі бірінші матчтан көп күттің сен, Мен үйде айдап жүрдім ғой, онда бірақ
өзімнің официально өз ақшама алған бірінші машинам осы 6 ай бұрын Сараковка алдым. Инстаграмда семьядан басқа кімдерді көресің? Ең мықты 3 блогерді аташы. Қазақ тілді. Семьядан басқа. Иә, семьядан басқа. Семья деген ол жаңа кім? Жаңа Нұрдәулет жоқ. Өзіміздің семьямызды айтасың. Мықты блогерлар ол Жанабов Ерболат. Сосын енді Сека бірінші орынға. Негізі Секадан қарағанда, бірақ Ерболаттар озу керек қазіргі движенияларына қарағанда, потому что Қазақстанда қазір ең алға бізден 4-5 есе шауып бара тұрған Ерболат. Бірақ енді мен оны вайнер ретінде емес, мен оны бір жақсы мотиватор, коммерциямен Инстаграмнан өте жақсы ақша тауып отырған адам деп айтылады. Дәл солай ғой. Дәл солай, иә. Бірақ видео ондай не істеген жоқ. Бұрын түсіретін да видеоны, қазір ондай жоқ қой. Қазір фото. Үшінші Хаким сияқты. Қазір жыртып жүрген, иә. Хаким. Сосын не бар? Біржан деген біреу бар. Маған тиісіп қоймайтын біреу бар. Біржан ашым ба? Иә, бірақ мен оны... Сен шын айтшы, қуандың ба Инстаграмын блокировать етіп тастағанда? Біржанның Инстаграмын блокировать етіп тастады ғой? Жоқ, мен наоборот настроением түсіп кетті, потому что ол маған дополнительно хайп жасап жүрді ғой. Біржан көріп отсаң лайк бас. Біржан ашым всегда маған білмеймін тиісет, бірақ мен оны всегда игнорить етемін. Негізі ол ондай болған, ол айта кететін жайт. Мысалға, Ахуандар, Нұрдәулеттер бастаған кезде көбісі ойлады, мыналар не түсіріп жүр. Қазіргі таңда енді біз 21 миллиондық машинада отырмыз. Енді орысша айтқанда этим все сказано. Қазақ тілді аудиториямен санасу керек. Мен мысалға мен Біржанға да жақсы қараймын, ол жақсы, ол еңбектенеді, бірақ мен вайнерлардың контент үшін өзара қырылысқанын, бір-біріне жаман комментарий жазғанын қаламаймын. Өйткені барлығымыз бір қазаннан тамақ жеп отырмыз, бір Инстаграмнан тамақ жеп отырмыз. Ал мен бірақ ютубтан. Қазақстан блогерлары бірге былай көтерілейік бірге. Дәл қазір нені армандайсың? Армандайым, қазіргі главный целім, арман емес, ол жақында орындау керек. Маманы Меккаге алып бару, папа екеуін. Неге Қағбаға алып барам. Қажылыққа жақында алып барам. Главный қазір сол қойып тұрған болды. Алла бұйыртса орындалсын. Амин. Өзің дінге көзқарасым жақсы. Мамам емші, аталарым бәрі. Мысалы, менің атым Ахунбек қой. Ахун деген ол жаңа дінді бір-біріне таратады, кезінде қатты берілген жаңа намаз жолына, не сондай да, жаңа емшілер болады, медреседе оқиды. Соның ең, Ахун деген достижение болады. Ол үлкен бір статус. Иә, статус. Сол Ахун деген, 2 атам алған Ахун деген атты. Соған маған қойып жіберген ғой. Дінге көзқарасым жақсы, андай көп нәрселерді білемін енді. Бірақ білмейтінім көп қой, бірақ көбінесе мен білемін. Балалық кезіңде мына үйде бір ата-аналарыңмен келіспей, бір қырсығып істеген істерің есіңде ме? Иә, мен қатты қырсық болдым. Қазір кішкене қойып қоятырмын, бұрын қатты қырсық болдым. Мен неше түрлі мінездерімді көрсеттім үйде. Мойындай маманы ренжіттім қатты. Папаны да ренжіттім. Үйден басқа жерде қашып кетіп қонып, сондай. Иә, болды, кетіп қаласың ғой. Тұрасың да, андай құлаққа наушник тағып аласың, грустный өлең қосып қоясың, сумкаға саласың. Оның бәрі на самом деле мен үйден кетпейтін едім да, мысалы, әженің үйіне барып көп болса кетіп қаласың да, үйден кеттім деген құсап заттарыңды жинап кетіп қаласың. А концовкасында ойлап тұратын, ертең сабаққа бармайын ба деп ойлап кетіп. Соны ойлап. Сабақта мектепте жақсы оқыдың ба? Нормально. Математикам нашар болды тек. Гуманитарий жақсы. Иә. Технически нашар болды да, гуманитарий. Физика, математика нашар, тіл жағы жақсы. Иә. Қатты жақсы көретін география болған. География демеші, Қазақстаннан басқа қандай елде болдың? Ешқандай елде болған жоқпын, шыққан жоқпын әрқайсысы. Қандай жерге барғың келеді? 3 ел, қандай елге, қандай қаланы көргің келеді? Қатты. Неге барғым келеді? Мальдивыға барғым келеді. Медовый месяцқа деп қойды. Сосын екінші Майамиға барғым келеді. Америка жаққа? Америкаға, Майамиға барғым келеді. Бәрі голый жүреді дейді ғой, аяқта трусымен. Нудистский. Сосын үшінші
неге Японияға, Токиоға барғым келеді. Бартерға реклама көп жасайсың ба? Бартер вообще жасамаймын. Киім, ештеңе бар. Дым жасаған жоқпын. Соңғы бір жыл емес, өтірік айтамын, бір жарты жыл болған шығар, бартермен вообще жұмыс жасаған жоқ. Біз Ахонды қандай қырынан білмейміз. Мысалы, біз Ахонды вайнер, блогер деп білеміз. Қандай қырларың бар? Мүмкін бокстан кандидат мастер спорта шығарсың. Мен таэквондистпін. Мен спорт жағына келетін болсақ, бірінші таэквондоға қатыстым, 3 жыл, сосын дзюдоға қатыстым. Әрқайсысынан алдым аяқпен, таэквондо, мысалы ВТФ-ға қатыстым. Дзюдо, мысалы күреске керек болады деп. Сосын бокста да бір 2 жыл қатыстым боксқа, бірақ ең қатты ұнаған, өзіме жаққаны таэквондо болды. Қазір әлі күнге шейін аяғымды дәл сон бәрі есімде, бәрін көтеріп, растяжка бәрі қалды. Чуть-чуть растяжка жасау керек, бірақ. Қайырымдылықпен айналысасың ба? Иә, бәріміз барып жасадық қой. Нелерге барамыз, жаңа. Балалар үйі. Иә, балалар үйіне сондай жасаймыз. Дирекке қандай сообщениялар көп келеді? Дирекпен қашан үйленесің дейді. Оны жауап бердік басқа. Дирек қызғана ма? Қыздардан, подписчицалардан, пантералардан? Дирек ол ондай неден жаңа сотовый не жағынан өйтіп вообще мән бермейді, просто ол қарамайды да, өйтіп қызғанбайды. Ол неден қызғанады? Көшеде кетіп баратқанда. Өйтіп мен отырамын, онлайн қызғанбайды. Мен көзіммен бой ағымен қарап отырамын. Мысалы алдында бір қыз кетіп бара тұрады ғой. Ол дирек автоматически мен көзіме қарап тұрады, соған қарай ма деп. Мен өзінше байқамаған құсап басқа жаққа қарап отырамын, сосын кейде әдейі қараймын, бірақ қырсыққан кезде до конца қараймын былай. Бір күнде ең көп неше теңге таптың? Бір күнде Нұрдәулеттен биік болу үшін 1.101.000 теңге десең? Жоқ, одан көп таптым мен. Бір күнде қанша? 3 миллион таптым, Димаш жақында. 3 миллион, е. Сол кезде, осы машинаны алатын кезде. Сен үшін ақша маңызды ма? Потому что маңызды болғанда қазір бәрі сол үшін өмір сүреді ғой. Енді ақша арқылы сен көп нәрсені жасайсың ғой. Ақша деген бостандық. Бостандық болғанда енді бәрі қазір өмір сүріп жатыр. Ақша үшін өмір сүріп жатыр, былай айтқанда бәрі қазір кім не жүгіріп жүр, бәрі ақша үшін жүр. Сондай, бірақ кейбіреулер айтады жоқ дейді, бірақ ол на самом деле сол үшін жүреді да, любой адам. Сен автоматически ақшаның арқасында даже бақытты болмау, даже сол действовать етеді, даже ақшаның өзі соған действовать етеді. Сен көп табасың ақша арқылы, мысалы, сенде проблема болмайды, содан семьяда ұрыс болмайды, мысалы, да, бір келдіретінім. Семьяңда ұрыс болмайды, неге ұрыс болмайды? Потому что бәрін жасай аласың. Ақша деген тұрақтылық дейсің ғой. Бәрі керек, бәрін аласың да, семьяңнан ұрыс шықпайды. Көп семьяда мен байқайтыным ақшаның жоқтығынан ұрысады да. Келісемін. Солай ғой. Оның өзі бақытқа жатады да, сен ұрыспасаң, керіспесе семьяңмен дружын тұрасың. Бірақ ақшасыз да ұрыспайтын адамдар да бар. Бар, бар. Ол умный адамдар, рухани мықты адамдар. Келесі сұрақ, сериал, кино жағынан не көресің? Инстаграмда, ютубта? Наруто қараймын. Наруто? Ол қарағанда осы жақында қарадым, бір айдың ішінде бітіріп тастадым, қарап. Наруто көретіндеріңіз болса, жауап беріңіздер. Негізі в основном оған қарамаймын, бірақ сол Наруто, сосын ютубта нелерім бар. Сериал, кино? Мен ондай сериал, кино көп қарамаймын, мен көбінесе жаңа ғылыми заттарды көп қараймын. Документальный фильм? Документальный фильм, сондайларды қараймын, короче. Документальный фильм, андай бірдемен зерттейді, айды, нені, сондай. География қатысты заттарды көп қарай беремін. Кітап жағынан қалай? Кітап оқымаймын вообще. Мен кезінде, сол кішкентай кезімде энциклопедияны қатты қызық оқитынмын, содан кейін мектеп бітіргеннен кейін уже кітап оқымадым шынымды айтайын. Университет бітіргеннен кейін. Музыка, не тыңдайсың? Музыка қосайын ба? Әрине, плейлист. Мен мұндаймын да, мысалы, жаңа, мен не кумирім Джастин Бибер. Yeah, you got that yummy, that yummy. Джастин Бибер көріп отырсаң, комментарий қалдыр.
Джастин Бибер. As long as you love me. As long as you love me. We're under pressure. 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together. Hey! Bardım alıstan. Anlatıp seni suyup dalgından. Moynuna takkanı senin oyşarın. Dökülüp sağanı bәрі жарасқан. Шынара! Бос уақытыңда не істейсің? Бос уақытында біз контр ойнаймыз. Бәріміз. Геймерсің. Иә, қатты кіріп кеттік соңғы кездері. Группаға бір жазып жібереміз, 30 адам жиналып тұрады контрға. Кімдермен ойнайсыңдар? Балдар бар, бізде группа бар, WhatsApp'та Counter-Strike деген. Екеуміз Нұрдәулет екеуміз главныймыз да, мысалы бөлінеміз, Нұрдәулет бір команданы таңдайды, мен бір команда жинаймын. 15 адамнан бөлінеміз екі жаққа. Менде 15 адам, Нұрдәулетте 15 адам. Бірақ в основном енді мойындау керек қой, Нұрдәулет мойында енді. Мен ұтамын ғой. Мен емес, біздің команда ұтады в основном. Нұрдәулет әлі ұта алмай жүр бізді. Біз бір күн 2 күн салып ойнаймыз арамызға. Көп ойнаймыз Counter-Strike. Даже Дилоктың өзі ойнайды. Дилок көп балдарға қарағанда мықты ойнайды контрды. Жақсы, қазір сұрақ қоям. Сұрақтың 2 жауабы болады, біреуін ғана таңдайсың. Келістік па? Toyota ма, Mercedes па? Mercedes. Атырау ма, Алматы ма? Алматы. Роналдо ма, Месси ма? Роналдо. Не үшін? Потому что маған шынымды айтайын, Месси ойындар маған ол ешқандай финт ондай нелер шоулар жасамайды да. Роналдо мысалы ол нағыз талант деп көрем. Маған просто Мессиді енді көп салатын голдарын, оны бәрін білем, бірақ в основном ойын маған командадан Барселона вообще ұнамаған. Испаниялық футбол, иә? Барселона вообще ұнамаған. Сол себепті Роналдоны таңдайтын едім. Саған біреу айтса екен, бір адамның бір аккаунттың паролін береміз, бір күн соны қолданасың десе, қай аккаунт болатын едің? Не? Кез келген аккаунт, дүние жүзінде ма? Сол аккаунттың паролін береміз, қолдан, бір күн қолданасың десе сол аккаунтпен. Кімдікін алатын ем? Джастин Бибердікін алатын. Реклама салатын ем? Реклама салатын, ол... еще Роналдонку бар, Роналдонку жаңызық сияқты тоже. Ең көп Роналдода ғой қазір. Роналдоның атынан Дилокқа сообщение затан дирекке. Дилок не істейді екен да. Мені тастап кетсе да. Жазып тұрса, иә деп реклама жасайсың ма, гиф болатын еді деп Роналдо. Бүйтем да, алам да, Роналдоның страницасын алам да. Миллион гарантия берем да. Миллионға қанша табасың сен? Примерно миллиардтай табайын тұрсың, примерно 100 миллиондай ма, или табасың ғой, примерно, ё-моё. Бір күнде, иә? Иә, бір күнде. iPhone ба, Samsung ба? iPhone. Бірден ойламай айттың, иә? Instagram ба, YouTube ба? Instagram. Әлемдегі саған сұлулық жағынан ұнайтын 3 әйел адамды айтшы. Дилоктан басқа, өзің жақындарыңнан басқа. Не, өнерде жүрген. Бәрі актриса болсын. Маған ұнайтын бірінші. Қазақстандікі де болады. Иә, Қазақстандікі, өзіміздің Атыраудікі, Индира Елемесова ұнайды. Неде Қазақстан дауысына қатысқан, иә? Иә, әнші ғой? Иә, әнші, одан кейін. Екінші, осы білмеймін, бірақ соңғы кездері Камшат Жолдыбаеваның андай клиптары ұнап жүрді. Клиптары, ана движениялары концертта. Андай движениялар жасайды. Сол ұнайды. Сосын үшінші
кімді таңдайтын едім? Кайли Дженнер бар ғой сонда. Ким Кардашьянның. Иә, Ким Кардашьян сіңілі. Ким Кардашьян да болады негізі. Қай жері болады? Маған осындай фигура бар ұнайды, бүйтіп келеді, тас жағы осылай. Гитара сияқты. Түсінікті. Сен әзірге Дилокқа сөз салған жоқсың, е? Үйлену туралы ма? Жоқ. Бірақ ойда бар ма? Енді айтпай-ақ қойықшы оны. Бүйтек конкурс мынандай болсын, Ахон. Комментарияға Ахонға Дилокқа сөз салуға ең күшті идея жазу керек. Иә, давайте. Идея жазайық. Жазайте бәрін. Ең күшті идеяны бәлкім Ахон соны алып, дәл соны істеп, Дилокқа сөз салатын болады. Ал ең күшті жазған, ең креативны жазған, ең оригиналды жазған адамға бізден сыйлық, ол не, Ахон? Сыйлық берем, мен 30 000 теңге берем. Мә, достар, ал! Біздің каналда әзірге 30 000 теңге ойнатылған жоқ. Сол себепті 30 000 теңге, 30 000 теңгеге бірінші каналға тіркелеміз, лайк басамыз, одан кейін идея жазамыз Ахонға сөз салуға. Достар, көп-көп рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Ахон Біржан. Ахонды біз шын айтқанда басқа қырынан таныдық. Өте ашық, өте жарқын. Менің ойым, Ахон болашақта жақсы күйеу, жақсы әке болатын секілді. Рахмет. Ал, жақсы ал. Бәрің давайте поддержканы көміңдер. Бәріңе сәттілік. Қайырлы күн, құрметті достар. 40 сұрақ жауабында ұтқан 5 деген ұтқан адам мына аккаунт барлығын қалдырып бердім, барлық шарттарды орындаған осы адам екен. Барлығы күндер сәтті өтсін.